Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қарапайым ингредиенттерден тұратын, оңай дайындалатын зебра пирогының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ыдысымызға қантты, тұзды және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үш жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұн мен қопсытқышты араластырып, ұнды 3 бөліп, жаңағы жұмыртқалы массаға салып араластырамыз. Содан соң айранды саламыз және тағы да араластырамыз. Достар, менің каналымнан бұдан да басқа пирогтардың, торттардың, салаттардың рецептілерін таба аласыздар. Жоғарыға сілтемесін қалдырып кетемін. Сол жерге өтіп, рецепттерді тамашалай аласыздар. Біздің қамырымыз осындай консистенцияда болуы қажет. Енді қамырды теңдей 2 бөлікке бөлеміз және біреуіне 20 грамм какао, біреуіне 20 грамм ұн салып араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамыр дайын болғаннан соң формаға пергамент қағазын төсеп, 2 ас қасықтан кезектестіре отырып қамырды саламыз. Сосын оны ұрғылаймыз да ағаш таяқшаның көмегімен өрнек жүргізіп шығамыз. Бірінші ортасына қарай, ішіне қарай жүргізесіздер, содан соң сыртына қарай жүргізіп шығамыз. Сонда осындай өрнек пайда болады. Алдын ала қыздырылған 170 градуста қызып тұрған пешке салып, 40 минут пісіріп аламыз. Содан соң формадан ажыратып суытуға қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, пирогтың дайындалу жолының еш қиындығы жоқ. Бұл пирогты тіпті мектеп оқушысы да дайындай алады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Пирог өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Оның жұмсақтығын видеодан байқасаңыздар болады. Егер дайындап жатсаңыздар, комментарийде нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.